Ақыры біз бізді қорқытқан адамның кім екенін біле алған жоқпыз. Ол сонымен ғайып болып, жоқ болып кетті. Келесі күні мектепте. Нико, тоқтай тұршы. Қазір бізде не сабақ? Менің атым Нико, мен Несібелі. Бәрі сен атың қысқартып Нико деп айта берейінші? Жоқ, Несібелі деп. Жарайды, қазір бізге не сабақ? Мен соны сұраушы едім. Мен негізі жазудан кеттім. Дене шынықтыру. Дене шынықтыру екен ғой. Кеттім мен онда. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. 2 круг жүресіңдер. Сенің есіңде 10 круг жүресіңдер. Енді сенің кезінде 10 күн жүруіміз керек. Кеттім ғой. Неге тоқтадыңдар? Қазір шошып келем. Жарайды. Бір круг қалды. Бір круг. Мен шапшаң жүріп келдім. Қалайша мен жап-жаңа жүгірдім ғой, мен суымды ішіп келе жаттырым. Ешкімге айтпаңдар, мен бір-ақ круг жүгірдім. Мен алдап кеттім, мен аға емеспін. Қыздар жаңағыны білесіңдер ма? Жаңағы бала бізді алдап кетті ғой, өтірік ағайын. Сонда біз 2 кругты бостан-босқа жүгірдік па, шаршап, терлеп. Қайдағы 10 круг? Білмеймін, өз басым ол балаға сенбеймін. Ол баланы танымдар ма? Алдында бізді қорқытқан бала емес пе? Сол ма не? Түрі қаттықсың. Мен сол баланы алдында коридорда көрдім, біздің жатақхананың қасында. Сонда ол бізді көршіміз. Сол бала бізді қорқытқан ба? Мен тек оны бас киім киген үшін танымай қалдым. Онда біз сазайын берейік. Онда оның сазайын берейік.